Адал еңбекпен жарқын болашаққа уранын жастардың санасына сіңіру қашанда құптарлық іс. Тап осы мақсатты көздеген жұмыстарды әрдайым атқарып жүрген мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі біршама жұмыстардың шоғырын қорытындылады. Бұл шараның ауқымдығы соншалықты бүгінгі күні жастардан тәрбиені бастауымыздың негізгі белгілерін көрсетіп жатырмыз жастарға. Алматы қаласында 15-тен астам конкурстық байқаулар өтті. Сол байқаулардың бүгінгі күні нәтижелерін көрсетіп жатырмыз. Аталмыш басшылық бақ өкілдері арасында жемқорлықпен күрес тақырыбында өткізген байқауында аяқтап марапаттау рәсімін өткізді. Додадан әріптесіміз Халық арна телеарнасының журналист редакторы үздіктер қатарынан көрінді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті ұйымдастырған бақ өкілдері арасындағы байқаудан біздің Халық арна телеарнасының бастайым бағдарламасы жүлделі 2-ші орынға ие болды. Барша ұйымдастырушы жандарға алғысым шексіз және марапат иелерін баршасын құттықтаймын. Жас ұрпақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу оң іс. Осы мақсат аясында атқарылып жатқан барлық жұмыс қашанда көпке үлгі бола бермек.